Өзгеде жаңалықтарға көліктік бақылау инспекциясы жол үстінде қабылдау өткізіп, жүк тасымалдаушылардың мұң-мұқтажына құлақ тұруды қолға алды. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментімен бірлесіп өткізетін шараның көздегені жол үстінде жемқорлыққа жол бермей, құқық бұзушылықтың алдын алу. Тақырыпта тілшіміз Есенбек Санатұлы сабақтайды. Жүк тасымалымен айналысатын жүргізушілер көп жағдайда өздерінің құқықтары мен тасымалдау ережелерін толыққанды біле бермейді. Соның кесірінен тәртіп сақшылары тарапынан жазаға ұшырап жатады. Кейбіреулері жеңішумен жалғасып, мәселені сол жерде шешіп тастауға тырысады. Осыдан болып, құқық бұзылып, жемқорлыққа жол беріледі. Жол үстінде қоғамдық қабылдау өткізген құзырлы орган мамандары жүк тасымалдаушыларына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Іс-әрекеттер орын алған жағдайда қайда және кімге жүгінуге болатыны туралы бұл жаднама сізде есіңізде сақтаңыз. Осы жаднама бойынша тиісті іс-шаралар қарап, тиісті гос органға, мемлекеттік органға хабарласып, өзіңіздің арыз өтінішіңізді табыстауға болады. Сол 1 тоннаға дейін жүре аламыз некеден. А то арасында да былай сомневаться етіп қаласың да, вот грузбен келе жатқанда. Сондықтан енді мынау уже түсінікті ғой уже. Жақсы мынадай неге рахмет. Заңға әркім жүйрік емес. Сондықтан құзырлы орган мамандары жол үстінде жиі қабылдау өткізіп, түсіндірме жұмыстарын өткізіп тұруды көздеп отыр. Алғашқы күннің өзінде 20 шақты жүк көліктері тоқтатылып, жаднамалар таратылды. Тасымалмен айналысатын заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың айтқандай мәселелері бойынша көлік заңнамасы, жол жүрісі туралы заңнамасының талаптарын түсіндіру мәселелері жүргізілуде. Жол үстіндегі қабылдау сыбайлас жемқорлыққа қарсы органның мұрындық болуымен өткізілуде. Оған прокуратура мен жергілікті полиция да жұмылдырылды. Көліктік бақылау инспекциясы мұндай іс-шараны әр 90 сайын өткізіп тұрмақ. Есенбек Санатұлы, Ерлан Омашев, Ертіс ақпарат.